Короче, бәріңе сәлем. Бүгінгі видеоны мен типа влог запастайын дедім. Қазір мен дейтін ертең түсіретін видео идея таппай жатыр. Короче, видеоның басы мен как обычно бастамай осындай бір түрлі қылып бастайын дедім. Мен телевизор көріп attым. То есть ютубтан келесі видеоға не түсіретін болатын да. Қазір сағат түнгі білмеймін даже қанша екен. Ертең болса жақсылап таңертең тұрып нормальный видео түсірем деген ойдамын. В общем, ертең кездесеміз. Так, мама қыстырып қойын. Так, дауысқа тиіп отқан жоқ деп ойлаймын. Окей. Енді біз дейтін дәл қазір көп қойылатын комментарияларға жауап қайтарып жіберейік. Неге видео шығармайсың деген. Менде уже 2-3 апта бойыма видео шықпады. Енді кешіріңіздер. Бірінші себеп мен просто еріндім видео түсіруге. Екіншісі, мен дейтін ерінген жоқпын. Мен 2 видео түсірдім осы видео түсірмей. Ойлаймын да видео түсірем. Оны балам, монтаждайым. И барып видеоны рендерить етем да, и оған қараймын да, стоп. Мына видеоны не үшін түсірдім? Бұл кімге қызық болады деймін да, өзіме ұнамайды да, и оны мен өшіріп тастаймын. Сөйтіп тағы бір рет түсірдім. Оның тақырыбын айтайын. Біріншісі сол тапсырма орындау деген видео шыққан. Ол вообще говно болып шықты. Екіншісі ол типа комментарияларға жауап, яғни комментарий үшін өмірде деген білетін шығарсыздар. Оны да мен өшіріп тастадым. Сосын мен бәрінен шаршап, нафиг дедім да бәрін тастадым. Тупо компьютерім құртылып қалды. Яғни 3 күнде мен сонымен компьютермен қырылыстым. Мен Windows переустановить еткім келмеді, өйткені оның бәрін, ойындарын бәрін скачать етіп, программаларын бәрін скачать еткім келмедім да, и мен тупо соны решать ете алмай жүрдім. Сосын барып оны решать етілмеген соң мен сол қайтадан переустановить еттім компьютерімді. Урод. Жоқ, по идее, красавчик. Қандай телефон? Дәл қазір дейтін менде iPhone 11 Pro Max. Әрине, қалжың айтам. Мен өзім қандай телефон алғанымды, мен өзім сұрақ жауапты айтқам. Давайте сұрақ жауапқа кіріп көреміз. Ютубтан қалай ақша табуға болады? Вообще ақша табуға бола ма? Осы сұрақты маған полный любой жерде қойылып жатыр. Ақша табасың. Каждый ютубер ютубтан тиын табыс көрмесе, ол не үшін түсіреді? Смысл? Ал ютубтан ақша табудың біріншіден сен монетизацияны табасың, немесе рекламадан. Монетизация өте аз төлейді. Яғни біздің елде Қазақстан мен мысалы Американы салыстырсақ, Америка бізден 5 есе көп табады. Мысалы, ол елде емес, сенің көрермендерің қай жақтан көреді. Мысалы, сені шетелден біреу көрсе, сенің доходың 2 есе, 3 есе, 5 есеге дейін өсуі мүмкін. Сондықтан да қазақстандық YouTube аз төлейді. Шаш келесі, мен стрим жасаған кезде де шаш қайда. Қазір өз тықырлау емес, короткий қылапсам, көбінекей нәжелерін көріп отырсаңдар өсіп келе жатыр. Видеоның басында көрсеттім. Просто мен видеоларда шашыммен өзіме қатты жараспайды, сондықтан да мен кепка киіп түсіремін. Бірақ ойын тұр. Компьютердің бәрі беті бұтыш. Sony Vegas басайын деп жатыр Google'дан. Короче, бәріңе сәлем. Тағы да мен жаңа жерге оралдым. Мен дейтін видео монтаждап жатқам арқылымды да. Видеоның соңын типа өйстіп аяқтайын деп жатырмын. Қалай бастадым, солай аяқта деген сияқты. В общем, сіздерге видео ұнайды деген ойдамыз. Скоро менен влогтар, түрлі қызық видеолар күтіңіздер. Так что арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Және де достар, маған 10 емес қой, қолым бос емес та. Так что маған 10 000 подписчик дәбет етіп тастайықшы, пожалуйста. Менде қазір 5400 подписчик болып тұр. Маған 10 000-ға дейін әлі дофига уақыт бар. Так что давайте тіркелеміз, лайк басамыз, сіздердің қолдауларыңызды күтем. Сау.